Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте ерекше болып шығатын тағам түрін жасайтын боламыз. Томат соусында котлетімізді пісіретін боламыз. Өте ерекше, ауыздарыңыздан дәмі кетпейтін тағамның бірі. Ең алдымен пиязымызды майдалап турап дайындап аламыз. Одан кейін сәбізімізді теркадан өткізіп дайындаймыз. Сәбізіміз бен пиязымызды турап болғаннан кейін табамызды отқа қойып, сұйық майын құйып қыздырып аламыз. Одан кейін үстіне пиязымызды салып, жақсылап қуырамыз. Piyazımızın üstüne səbizimizi salıb екеуін жақсылап қуырамыз. Осылай сарғайғанша қуырып аламыз. Одан кейін үстіне қызанақтың соғын құятын боламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Егер сіздерде қызанақтың соғы болмаса, суға томат пастасын араластырып құйсаңыздар да болады. Или болмаса қызанақты мясорубкадан өткізіп, суын бөлек шығарып алсаңыздар да болады. Соусымыздың түсі қызыл болу үшін бір қасық томат пастасын салып араластырып алдым. Одан кейін лавр жапырағынан 2-3 төгін салып араластырамыз. Одан кейін қара бұрышымызды және де паприкамызды салып, дәміне қарай тұзын қосып, жақсылап араластырып, бұрқылдағанша пісіріп аламыз. Одан кейін біздің соусымыз дайын болады. Енді табамызды алып, үстіне котлеттерімізді осылай кезек-кезегімен салып шығамыз. Менде алдын ала қатырып қойған котлеттерім, сіздер де осылай жасап қойсаңыздар болады. Достар, сіздер маған тіркелмеген болсаңыздар, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің әр жазған комментарияларыңыз мен үшін маңызды. Сонымен қатар қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Сол кезде менің алғашқы видеоларымды ең бірінші болып көріп отырасыздар. Осылай котлеттерімізді салып алғаннан кейін үстінен соусымызды құйып шығамыз. Осылай барлығын бір тегіс етіп салып шығамыз.
салып алғаннан кейін қызып тұрған 250 градус пешімізде пісіріп аламыз. Котлетіміз пісіп шыққанша сырымызды теркадан өткізіп дайындап қоямыз. Котлетіміз піскен кезде ең үстінен осы сырды себетін боламыз. Котлетіміздің қасына қосып жейтін гарнир жасайтын боламыз. Гарнирге мен пюре жасап жатырмын. Сіздер бірақ өз қалауларыңыз бойынша күріш, макарон қойып жасасаңыздар болады. Осылай мен картошкаларымды суда қайнатып алдым. Енді езіп аламыз. Картошкамызды жақсылап езіп алғаннан кейін үстінен сары майымызды қосамыз. Және де сүтімізді құямыз. Егер де сіздер сүт құйсаңыздар, пюрелеріңіз өте дәмді болып шығады. Үстіне дәміне қарай паприка және де тұз, қара бұрыш қоссаңыздар болады. Или болмаса тек қана тұзбен жасасаңыздар да болады. Барлығын салып алғаннан кейін жақсылап тұрып, араластырып, езіп дайындаймыз. Міне біздің пюремізді дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Осылай жасап көріңіздер. Котлеттерімізді пісіп шықты. Енді үстіне теркадан өткізген сырымызды салып шығамыз. Салып шыққаннан кейін пешімізде 1-2 минутқа салып аласыздар. Одан артық салмаңыздар, себебі сырларыңызды күйдіріп жібересіздер. Міне біздің томат соусындағы котлеттеріміз пісіп шықты. Өте дәмді болады, ауыздарыңыздан дәмі кетпейді. Осылай қасына пюрені қойып, жанына котлетімізді салып ұсына беріңіздер. Отбасыларыңызға қатты ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өкінбейсіздер, ауыздарыңызда дәмі кетпейтін болады. Видео сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Сәлем оқырмандар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын ораманнан тағамын жасайтын боламыз. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Ал видеомызды бастайық. Ең бірінші қамырларыңызды елеп дайындап қоясыздар. Қамырларыңызды ұн, су, тұз, осы үшеуімен илейсіздер. Мен алдан ала елеп дайындап қойдым. Енді тағы да үстінен ені қану үшін тағы да бір елеп жатырмын. Енді осыны салафанға салып қоямыз. Ені жақсы қануы қажет. Енді орамандарымыздың ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Осылай пиязымызды майдалап турап аламыз және де сәбізіміз бен картошкамызды осылай теркадан өткізіп қоясыздар. Қанша сәбіз, қанша картоп кететінін видеоның астына описание бөліміне қалдырып кетемін. Сол жерден көре аласыздар. Енді үстіне паприкамызды және де қара бұрышымызды дәміне қарай тұзын қосып дайындап аламыз. Одан кейін үстіне фаршымызды салып аламыз.
Барлығын жақсылап біркелкі болғанша араластырып аласыздар. Міне осымен біздің орама нанымыздың ішіне салатын салмасы дайын. Енді қамырын жаятын боламыз. Ені қанған қамырымызды осылай сопақша етемізде 4 бөлікке бөліп аламыз. 4 бөлікке бөліп алғаннан кейін әрқайсысын күлшелейсіздер. Күлшелеп алған қамырымыздың үстіне ұн сеуіп, салафанға салып қоямыз. Енді ішіне бір күлше нанымызды алып, екі бетіне ұнын сеуіп, осылай қолымызбен басып шығамыз. Одан кейін оқтауымызбен домалақ қамыр жайып аласыздар. Жұқа етіп жаясыздар. Қамырымызды осындай жұқалықта жайып аламыз да үстіне сұйық майды жағып шығамыз. Енді қамырымыздың дәл ортасына пышақпен кесіп аласыздар да үстінен салмамызды саламыз. Достар, сіздер маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қалаша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Сонымен қатар қоңырауша батырмасын басып қойсаңыздар, менің салған видеоларым сіздер бірінші болып көресіздер. Енді орама нанымызды домалақ жағынан бастап орап бастайсыздар. Орама нанымызды осылай орап алғаннан кейін мантаваркамызды майлап ішіне саламыз. Осылай мантаваркамызға салып алғаннан кейін мантаваркамыздың астына су құйып қайнатып аласыздар. Қайнағаннан кейін үстіне салып 45 минутта пісіріп аласыздар. Мінекей осылай орама нанымыз пісіп шығады, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Отбасыларыңыз сүйсініп отырып жейтін болады. Видеом сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әлия, қош сау болыңыздар. Баршаңызға қайырлы кеш, достар. Бүгін сіздермен духовкада балықты пісіру жолын
үйренеміз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен 5-6 картошкамызды осылай ұзынша етіп турап шығамыз. Сонымен қатар сіздер маған тіркелмеген болсаңыздар, маған тіркеліп қоңырауша батырмасам басып қойыңыздар. Сол кезде менің видеоларымды ең алғашқы болып көріп отырасыздар. Және де менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Картошкаларымызды турап болғаннан кейін сәбізімізді де дәл солай ұзынша етіп турап шығамыз. Бізге бір сәбіз жеткілікті болады. Дәл солай пиязымызды да турап шығамыз. Турап алған көкөністеріміздің барлығын бір ыдысымызға салып қоямыз. Одан кейін бізге осындай 2-3 штук перс қажет болады. Персімізді де дәл солай ұзынша етіп турап аламыз. Көкөністеріміздің барлығын ыдысымызға салып алғаннан кейін маринадтаймыз. Ол үшін бізге қызыл бұрыш, қара бұрыш және де тұз, сонымен қатар шашликке арналған приправа және де морковқа арналған приправамызды қосамыз. Барлығын 1 шай қасықтан салып шығасыздар. Одан кейін сұйық май құямыз. Барлығын бір келкі етіп араластырып шығамыз. Араластырып алғаннан кейін бетін жауып қоя тұрамыз. Оға дейін балығымызды маринадтайтын боламыз. Осылай ұзын балығымызды алып, үстін кесіп шығамыз. 2 бетінде кесіп аласыздар. Тіркелмеген жандар болса, тіркеліп лайк басып отырайық. Балығымызды тіліп алғаннан кейін маринадтаймыз. Ол үшін бізге майонез қажет. Осылай майонез жағып, қолымызбен жағып аламыз. Одан кейін үстіне дәмдеуіштерді сепсек болады. Тұзын, қара бұрышын, қызыл бұрышын сеуіп, жақсылап жағып шығамыз. Балықтың екінші бетін аударып, дәл солай майонезімізді, қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұзымызды, приправамызды салып, маринадтап жағып шығамыз. Ішіне де, кескен тіліктеріне де жағып шығасыздар. Жағып алғаннан кейін үстінен лимонымыздың суын сығып шығамыз. 2 бетіне де лимонымызды сығамыз. Табамызды сұйық маймен майлап аламыз. Үстіне көкөністеріміздің жартысын салып шығасыздар. Көкөністеріміздің үстіне балығымызды орналастырамыз. Қалған көкөністерімізді балықтың ішіне салып, және де жан-жақтарына қойып шығасыздар. Балығымызды қызып тұрған пешімізде 250-300 градуста 1-1,5 сағат пісіріп аласыздар. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан піскен-піспегеннің арасында көріп, қарап отырасыздар. Осылай сәндік үшін лимондарын қойып шықтым.
Осы тағамды міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай, барлығын турап маринадтап сала саласыздар. Өте жеңіл және де өте дәмді тағамдардың бірі. Міне біздің духовкада пісірген балығымыз және де көкөністеріміз пісіп шықты. Өте әдемі қызарып піскен. Дәмі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Қош сау болыңыздар. Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен жаппасай немесе индийский манты тағамын жасайтын боламыз. Ең алдымен мантаваркамыздың ең астыңғы бөлігіне майымызды құйып қыздырып алып, одан кейін үстіне фаршымызды или болмаса сиыр етін майдалап турап, жақсылап қуырып аламыз. Фаршпен жасасаңыз да, етті майдалап турап жасасаңыз да, ол өз еркілеріңізде. Сіздерге қалай ыңғайлы, солай жасай беріңіздер. Енді етімізді жақсылап қуырып алғаннан кейін майдалап тураған пиязымызды қосып екеуін бірге жақсылап қуырып аламыз. Достар, сіздер маған тіркелмеген болсаңыздар, маған тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдап кетейік. Міне осылай етіміз бен пиязымыз суы шығып, жақсылап қуырылып шықты. Енді үстіне майдалап туралған перціміз бен майдалап туралған сәбізімізді қосып, жақсылап барлығын қуырамыз. Қуырып алғаннан кейін майдалап туралған редкамызды салып, оны да бірге араластырып қуырамыз. Бес-он минут қуырып алғаннан кейін осылай буланып, суы шығып қуырылады. Одан кейін үстіне дәміне қарай тұзын қосып және де томат пастасын қосып жақсылап араластырамыз. Үлкен қасықпен 2 томат қасығын қосасыздар. Барлығын осылай жақсылап бір араластырып аламыз. Осылай бұрқылдап қайнап бастаған кезде үстінен майдалап туралған картошкамызды салып, барлығын жақсылап тағы да бір қуырып шығамыз. Тіркелмеген көрермендер болса, маған тіркеліп, лайк басып, қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Сол кезде менің видеоларымды ең алғашқы болып көріп отырасыздар. Міне осылай тамағымыз әдемі болып, қызарып, қуырылып шықты. Енді үстінен салқын суымызды құятын боламыз. Суымызды подливтің үстінен кішкене асып тұратындай етіп құямыз. Себебі қазір ол піскен кезде суы тартылып кетуі мүмкін, және де осы мантаваркамыздың үстіне қамырларында пісіретін боламыз. Сол кезде бізге суы қажет болады.
суы тартылып асты жабысқамау үшін осылай суын құямыз. Барлығын бір араластырып алып, суы қайнағанша бетін жауып қойып қоямыз. Оға дейін қамырларын жайып дайындай береміз. Осылай тамағымыздың суы қайнаған кезде ғана үстіне қамырымызды қойып пісіретін боламыз. Қамырдың құрамы кәдімгідей су, тұз, ұнмен илеп дайындап аласыздар. Одан кейін қамырымызды осылай жұқалап жайып, кесіп аласыздар да үстіне сұйық майын жағып шығамыз. Осылай үстіне қамырларды қойып шығамыз. 4-5 қабат етіп қойып шығасыздар. Міне осылай қамырын қойып, үстіне қайтадан сұйық майын жағып, қайтадан қамырды қоясыздар. Или болмаса домалақ етіп жайған кезде кесіп тастамай, сол домалақ күйінде үстіне сұйық майын жағамыз да, одан кейін оқтаумен қамырымызды орап шығамыз. Сол оқтаудың ең үстінен қамырымызды пышақпен кесіп шығасыздар. Оқтауды алып тастап, ары қарай төртбұрышты етіп мантыға турағандай турап шығуға болады. Солай жасасаңыздар, тез жасайсыздар. Осылай кесіп тастағаннан кейін мен осылай жағып жатырмын. Оқтаумен ораған кезде, үстіне пышақпен кескен кезде осылай ұзын болып шығатын болады. Сол кезде төртбұрышты етіп турап шығасыздар. Түсінікті етіп жеткізген сияқтымын. Түсінбесеңіздер комментария бөліміне жаза кетіңіздер. Мына тәсілмен жасайтын болсаңыздар, уақыттарыңызды алып қалуы мүмкін. Сол үшін де мен сіздерге оңай жолын айта кеттім. Міне соңғы қамырын жағып, жабыстырдым. Енді осылай төртбұрышты етіп турап шығасыздар. Төртбұрышты етіп турап алғаннан кейін мантабаргамызды жақсылап майлап аламыз да осылай қамырларымызды қойып шығамыз. Барлығын салып алғаннан кейін подлив жасаған ыдысымыздың үстіне мантабаргамызды қойып, жарты сағатқа пісіріп аламыз. Міне жарты сағат өтіп, біздің қамырларымыз пісіп, және де ең астындағы подливімізде пісіп шықты. Дайын болған подливімізді ыдысымызға салып, жанына қамырларын қойып ұсына бересіздер. Міне осымен индийский манты тамағымыз, или болмаса жаппасай деп аталатын тамағымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Отбасыларыңызға қатты ұнайтын болады. Міндетті түрде жасап беріңіздер. Видеом сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Қош сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем. Дәл осындай өте дәмді болып шығатын жаркое тамағын жасаймыз. Ең алдымен етімізді үлкендеу етіп турап алатын боламыз. Содан кейін пияз, картошка, перцімізді сыртын ашып, тазалап, жуып аласыздар. Енді дайындап алған пиязымызды, перцімізді осылай турап алатын боламыз. Енді қазанға май құйып қыздырамыз. Содан кейін қазанымызға картошкаларды салып, 10 минутқа дейін қуырып аласыздар. Картошкамызды қуырып алғаннан кейін басқа ыдысқа салып, осылай дәмдеуіштер салатын боламыз. Қандай дәмдеуіштер екенін астына жазып кететін боламын. Осылай жақсылап араластырып, бетін жауып қойып қойыңыз. Енді қазанымызға етімізді салып, жақсылап қуыратын боламыз. Содан кейін бетін жауып, тағы да бір кішкене 10 минуттай бұқтырамыз. Сосын қайтадан араластырып, бір қуырамыз. Осылай әдемі болып қуырып шығады. Үстіне пияз, перцімізді салып қуырамыз. Енді дәміне қарай кішкене тұз қосып араластырамыз.
Енді үстіне 1,5 кесе су құйып, баяу отта жарты сағатқа бұқтырып аласыздар. Етіміз жұмсақ болып піскеннен кейін үстіне жаңағы маринадтап қойған картошкаларымызды салып, жарты сағатқа тағы да бұқтырып аламыз. Картошкаларыңыз пісті ме жоқ па бір тексеріп алыңыздар. Егер піскен болса, табаққа салып ұсына беріңіздер. Міне жаркое тамағымыз дайын болды. Үстіне әдемілік үшін пияз, укроп турап салсаңыздар болады. Менің видеом ұнаған болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне пікіріңізді қалдырып қойыңыз. Баршаңызға қайырлы күн көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен вареники жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Вареникидің қамырын жасау үшін ең алдымен суымызға тұзымызды салып ерітіп аламыз. Одан кейін ыдысымызға ұнымызды саламыз. Қанша мөлшер екенін видеоның астына жазып кететін боламын. Ұнымыздың ортасын кішкене ашып аламыз. Оның үстіне бір жұмыртқамызды жарып саламыз. Жұмыртқамызды қолмен кішкене езіп аламыз. Одан кейін үстіне бағанағы тұзды суымызды құямыз. Құйып, орташа жұмсақтықта қамырымызды елеп дайындаймыз. Міне қамырымызды елеп алдық. Осындай жұмсақтықта болуы керек. Қамырымыздың иіні қанғанша салафанға или болмаса ыдысымызға салып қоямыз. Қамырдың иіні қанғанша біз қайнатып алған картошкамызды жақсылап езіп дайындаймыз. Езіп алғаннан кейін үстінен сары майымызды қосамыз және де дәміне қарай тұзын қосамыз. Барлығын жақсылап езіп дайындаймыз. Айтпақшы, сіздер маған тіркелмеген болсаңыздар, маған тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып кетіңіздер. Алдағы уақытта менің видеоларымды бірінші болып көресіздер. Сонымен қатар қазақша контентті қолдап, видеома лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сары майымызды жақсылап езіп алдық. Енді үстінен терка мен пиязымызды өткіземіз. Үлкен бір пияз или болмаса екі кішкентай пияз қоссаңыздар жетеді. Осылай жақсылап бәрін өткізіп аласыздар. Пиязымызды теркадан өткізіп болды. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Сонымен біздің вареникидің ішіне салатын салмасы дайын болды. Міне қамырымыздың да ені қанып дайын болыпты. Енді қамырымызды жаямыз. Ең алдымен осылай бөлшектерге бөліп аламыз. Ұзынша етіп. Бөліп алғаннан кейін қамырымызды бір қалыпқа келтіріп аламыз да, оны майдалап, торап шығамыз. Дәл осылай видеодағылай кесіп аласыздар. Енді қамырымызды дөңгелек етіп оқтауымызбен жаямыз. Осылай бір 3-4 жайып дайындап аламын. Еле болмаса үлкен қамырларымызды үлкен қылып жайып, оны кесемен кесіп алсаңыздар да болады.
өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша солай кесіп дайындасаңыздар да болады. Или болмаса мен сияқты кезек-кезек жайсаңыздар да болады. Сіздерге қалай ыңғайлы солай жасаңыздар. Осылай қамырларымды жайып алдым. Енді салмасын саламын. Салып шыққаннан кейін ортасынан бүктеп вареникімізді түйетін боламыз. Осылай қолымызбен жан-жағын мыжып дайындаймыз. Осылай барлық қамырларыңызды түйіп шығасыздар. Негізі бұлай жасау оңайырақ. 2-3 адам болса тез-ақ түйіп шығасыздар. Міне барлық вареникаларымызды түйіп дайындап алдық. Енді мантоваркамыздың ішін майлап дайындаймыз. Одан кейін үстіне вареникаларымызды тізіп салып шығамыз. Мантоваркамыздың суын қайнатып дайындап қоямыз. Суы қайнағаннан кейін жарты сағатта пісіріп аламыз. Достар, менің видеомды поделиться батырмасын басып, өз достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Барлық вареникімді мантоваркаларыма салып дайындап алдым. Енді пісіре береміз. Міне жарты сағат өтіп, біздің вареникаларымыз пісіп шықты. Езілмей әдемі болып шығады. Осылай мен сияқты үстіне сары май жақсаңыздар да болады. Или болмаса майонез қосып, сметана қосып жей берсеңіздер өте дәмді болып шығады. Бір отырғанда 4 мантоваркамда тез-ақ бітіп желініп кетеді. Отбасыларыңызға қатты ұнайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сонымен қатар маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Қайырлы кеш достар, бүгін сіздермен асқабақтан жасалатын манты жасайтын боламыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен қоңыр салқын суымызды алып, үстіне 1 ас қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып, ерітіп аламыз. Одан кейін бір ыдысымызды алып, ұнымызды електен өткізіп аламыз. Ұныңызды кез келген нәрсе жасайтын кезде міндетті түрде електен өткізіңіздер, себебі мусор сондайлар кетіп қалуы мүмкін. Ұнымның барлығын електен өткізіп алдым. Енді дайындап алған суымызбен илейтін боламыз. Суымызды аз-аздан құя отырып, орташа жұмсақтықта қамырымызды илеп аламыз. Қамырымызды дастарханның үстіне тағы да бір илеп аламыз. Сол кезде орталарының бәрі жақсы бірігетін болады. Қамырымыз осындай жұмсақтықта болуы қажет. Сол кезде мантыларыңыз күшті болып шығады.
Енді қамырымызды салафанға салып қоямыз. Иіні қанғанша. 1 жарты сағаттың көлемінде иіні тез қанып шығады. Қамырымызды 1-15 минут өткеннен кейін тағы да бір рет илеп аламыз. Сол кезде бір тегіс ішінде кіртік болып қалмайтын болады. Және де қамырымызды 4-ке или болмаса 3 бөлікке бөліп аламыз. Өздеріңізге қалай жаюға ыңғайлы, солай бөліктерге бөліп қоясыздар. Бөлінген қамырымызды осылай дөңгелек етіп дайындап қоямыз. Ендігі кезекте асқабағымыздың сыртын ашып тазалап аламыз. Одан кейін асқабағымызды майдалап төртбұрышты етіп барлығын турап шығамыз. Достар, сіздер маған тіркелмеген болсаңыздар, маған тіркеліп алыңыздар. Менің арнамда көптеген пайдалы рецепттер бар. Менің рецепттермен отбасыларыңызға тамақ жасап беретін болсаңыздар, отбасыларыңыз сізге рахметін айтатын болады. Сонымен қатар, видеоны соңына дейін көріп, маған лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Енді пиязымызды да дәл солай майдалап турап шығамыз. Қанша мөлшерде қосатынымды видеоның астына жазып кететін боламын. Сол жерден көресіздер. Пиязымызды, асқабағымызды турап алғаннан кейін үстінен фаршымызды саламыз. 1 ас қасық тұзымызды және де 1 ас қасық қара бұрыш, сонымен қатар паприка саламыз. Тұзымызды дәміне қарай салыңыздар. Тұзды болып кетпесін. Енді фаршымызды жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Мантаваркамызды сұйық маймен жақсылап майлап аламыз. Астыңғы бөлігіне суын құйып, газымызға қайнатуға қойып қоямыз. Қамырымызды орташа жұқалықта жайып аламыз. Қамырыңызды қалың или болмаса, тым жұқа қылып жайып жібермеңіз.
Қамырымызды жайып болғаннан кейін осылай орап алып, одан кейін 4 бұрышты етіп барлығын турап шығамыз. Дайын болған қамырымызды қойып шығамыз. Фаршымызды бір келді етіп барлығына салып шығамыз. Енді барлық қамырымызды түйіп шығамыз. Мантыны әртүрлі әдіспен түйуге болады. Осы видеодан қарап, әдістерін көрсеңіздер болады. Түйіп алған мантыларымызды мантываркаларымызға орналастырып аламыз. Барлық мантымызды қайнап тұрған ыстық суымызда 45 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің асқабақтан жасаған мантымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Қамыры да өте керемет, жыртылмай пісіп шығады. Видеом сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария бөліміне өз пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Баршаңызға қайырлы кеш оқырмандар. Бүгін өте дәмді болып шығатын және де өте жылдам жасалатын картошкадан тамақ жасайтын боламыз. Ең бірінші етімізді турап аламыз. Сүйек қоссаңыздар да болады. Одан кейін қазанымызға сұйық майды құйып, қыздырып етімізді жақсылап сөлі шыққанша қуырамыз. Достар, сіздер маған тіркелмеген болсаңыздар, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, лайк басып, тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып алсаңыздар. Сол кезде менің салып отырған видеоларымды ең бірінші болып көріп отырасыздар.
Етімізді сөлі шыққанша жақсылап қуырып алдық. Енді үстінен турап алған пиязымызды салып, екеуін жақсылап қуырамыз. Енді үстінен турап алған болгарский бұрышымызды қосатын боламыз. Мен осылай алдын ала турап мұздатқышқа қатырып дайындап қойған болатынмын. Соны салып жатырмын. Және де қатырып алған петрушкамызды салып араластыратын боламыз. Сіздер свежий күйінде турап салсаңыздар да бола береді. Персіміз мұзы қатып қалғаннан кейін еру үшін қазанымыздың бетін жауып қоя тұрамыз. Одан кейін алдын ала картоптарымды тазалап, жуып, дайындап қойған болатынмын. Енді осыны маринадтайтын боламыз. Үстіне паприка, қара бұрыш және де универсальный приправа және де дәміне қарай тұзын қосып, және де кішкене қызыл бұрыш қосып жіберсеңіздер де болады. Осылай барлығын салып алғаннан кейін картопымызды араластырып дайындап қоямыз. Егерде сіздер жаңа көрермен болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып кетсеңіздер екен. Міне персіміздің де мұзы еріпті, енді жақсылап бір араластырып аламыз. Енді үстінен үлкен қасықпен бір ас қасық томат пастасын қосып, оны да жақсылап араластырамыз. Егерде осылай суы шығып тұратын болса, су қоспайсыздар. Ал егерде суы болмай тұрса, бір кесе су құясыздар. Енді үстіне жаңағы дайындап қойған картошкаларымызды саламыз. Картошкамызды салып алғаннан кейін қазанымыздың отын баяу отқа қойып пісіретін боламыз. Жарты сағатта немесе 40 минутта картошкаларымыз өзінің буымен бұқтырылып пісетін болады. Міне картошкаларымыз да бұқтырылып пісіп шықты. Егерде бағана ескертіп кеткенде суы болмаса, бір кесе су құйып пісіретін боласыздар. Осымен біздің қазанда басқан картопымыз дайын болды. Өте дәмді және де жылдам жасалатын тағамдардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі деген ауыздарыңыздан кетпейтін болады. Сорпасына нан батырып жесеңіздер, одан да күшті.
отбасыларыңыз сүйсініп тұрып жейтін тамақтардың бір түрі. Достар, менің каналымда көптеген кешкі ас тағамдары, түскі ас тағамдары, торттар, оригинал рецепттері, пирогтар жасау, салаттар жасау түрлері бар. Каналымды жоғалтып алмау үшін міндетті түрде тіркеліп қойыңыз және де өз достарыңызбен поделиться батырмасын басып бөлісіп қойыңыздар. Сіздермен болған Әлия, келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар. Баршаңызға қайырлы кеш достар. Бүгін сіздермен бірге рассольник ыстық сорпасын дайындайтын боламыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін болыңыздар және де тіркеліп лайк басып, қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Ең бірінші қазанымызға сұйық майды құйып, қыздырып алып, үстіне туралған етімізді салып, жақсылап қуыратын боламыз. Етіміздің суы шыққанша қуырып алғаннан кейін үстінен турап алған пиязымызды салып, екеуін жақсылап қуырамыз. Одан кейін туралған картоп пен сәбізімізді салып, оны да жақсылап барлығын бірге араластырып қуырамыз. Міне осылай суы шыққанша қуырып аламыз. Енді үстінен үлкен қасықпен томат пастасын саламыз. Бір ас қасық қоссаңыздар жетеді. Одан кейін универсальный дәмдеуішімізді қосамыз. Оны да үлкен қасықпен бір ас қасық қосасыздар. Және де паприка қосасыздар. Және де қара бұрыш қосып, жақсылап араластырасыздар. Бес минуттың көлемінің ішінде қуырып алдық. Енді үстінен салқын суымызды құямыз. Құрметті көрермендер, маған тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, маған тіркеліп, лайк басып, қоңырауша батырмасын басып алыңыздар және де комментария бөліміне өз пікіріңізді жазып кетіңіздер. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса кетсеңіздер. Салқын суымызды құйып алғаннан кейін қақпағын жауып, қайнағанын күтеміз. Оған дейін тұздалған қиярымызды турап бастаймыз. Қиярымызды осылай кубиктап, майдалап турап шығасыздар. Осылай тамағымыздың суы қайнап бастаған кезде үстіне тұздалған қиярымыздың суын құятын боламыз. Және де дәміне қарай тұзын қосып араластырып аламыз. Енді үстінен тұздалған қиярымызды саламыз. Одан кейін алдын ала ыстық суда бөктіріп алған арпамызды, яғни приловкамызды саламыз. Барлығын бір араластырып аласыздар. Одан кейін бұрқылдатып қайнатасыздар. Қайнағаннан кейін астын баяу отқа қойып, сорпамызды пісіреміз. Және де сорпамыздың тұзының дәмі жоқ болып тұрса, тұзын қосып тағы да бір араластырып аласыздар.
Осымен біздің рассольник сорпамыз дайын болды. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Ыстық сорпамызды осылай жанарымызға құйып, ұсына бересіздер. Отбасыларыңыз сүйсініп отырып жейтін болады. Ас болсын. Видеом сіздерге пайдалы болады деген үміттемін. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікіріңізді қалдырып кетіңіздер. Каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Каналымда сіздерге керекті пайдалы тамақтар және де тәттілер түрлері жасалу жолдары бар. Сау болыңыздар.